Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Нұрбибі. Бүгін ең оңай өте дәмді, қолжетімді ингредиенттерден жасалатын үй жағдайында бисквитті торт жасаймыз. Жасалу жолы өте оңай. Ең алдымен бисквитті пісіріп аламыз. Ыдысымызға бөлме температурасындағы жұмыртқамызды, қантымызды салып, миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Мендегі араластыру уақыты 15 минуттай кетті. Өзінің көлемінен 2-3 есеге ұлғаяды. Енді ұнымызды аз-аз мөлшерден сала отырып, астынан жоғары қарай араластырамыз. Бізде қамыры осылай болып шығады. Енді ыдысымызға құямыз. Қыздырылған пешімізге 170 градуста 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей, біздің бисквитіміз пісіп шықты. Жақсылап суыған соң осылай кесіп аламыз. Енді кремімізді дайындаймыз. Қаймағымызды ыдысымызға салып, оның үстіне қант ұнтағын саламыз. Миксердің көмегімен немесе венчиктің көмегімен қант ұнтағы ерігенше жақсылап араластырамыз. Креміміз дайын болды. Енді кондитерлік мешокқа құйып аламыз. Бисквиттің ортасын 2-3 бөліктерге бөліп алдым. Сіздер 3-4 бөліктерге бөліп алсаңыздар болады. Енді торттарымызды жинаймыз. Әр бисквиттің арасына көз мөлшерімен кремімізді жағып шығамыз. Кремімізді осылай тегістеп жағып шықтық. Торттың бетін өз қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Мен осылай тек жеміс жидектермен сәндеп шықтым. Мінекей, тортымыз дайын. Холодильникке 1 сағатқа қалдырамыз. Сіздер де жасап көріңіздер, өте жұмсақ, дәмді болды. Арнама тіркеліп лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.